Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған бір стакан капучино бересіз бе? Жақсы. Менің аты жөнім Истремская Виктория Николаевна, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің 1-ші курс студентімін. Мамандығым сәулетші. Ұлтым орыс. Бос уақытымда кітап оқимын, сурет саламын. Кітаптарды әсіресе қазақ тілінде оқимын. Менің ортам, араласқан достарым бәрі қазақ болды. Сол себептен маған ешқандай қиындық тудыртпады қазақ тілін үйренуге. Басында бәрі таң қалатын, мен қазақша сөйлегенімде қайдан үйрендің деп сұрайтын. Бізде бастауыш сыныптарда Бағаш Байдалықызы деген мұғалім берді. Қазақ тілін сол кісіден толық үйрендім деп айта аламын. Және де жоғары сыныптарға көшкенде бізге қазақ тілі және әдебиет пәнінен Меруерт Әкімқызы деген мұғалім берген болатын. Қазақ поэзиясына махаббатымды сол кісі оятты деп айта аламын. Және де сол мұғалімдерге алғысым шексіз. Кездерінде алдымда құлап талған, өліп өшіп, өртенген сезімдерім. Сезімінің мұншалық жалғандығы сен үшін бір сәт екен арман құны. Мен сонда жылап қалған, өзіңді жек көргеннен және де ұнатқаннан. Қазақстанда тұратын азаматтарға айтарым, өз ұлтыңызға, жасыңызға қарамай, мемлекеттік тілді білуге ұмтылыңыз. Қазақ тілін кез келген жаста оқуға болады. Бастысы ынтаңызбен еліңізге деген құрметіңіз. Менің қолымнан келді, сіздің де қолыңыздан міндетті түрде келеді.